Қымбатты көрермендер, біз өз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін бізде студиямызға қонақтар келіп отыр. Олар Білім инновация лицей интернатының 10 сынып оқушылары Радбек Шамшитов және Алмас Нұрахметов. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Қош болдық. Қалдарыңыз қалай? Таң қалай атты бүгінгі? Жақсы. Жалпы өнер тапқыштардың таңға қалай атады жалпы? Айтып өтіңіздерші. Біздің қалай тағдық? Бұл бір белгілі бір ойды істеймау деп ойнасыздар ма жоқ әлде айтыру керек? Таңдарыңыз қалай атады жалпы біз сіздер? Жалпы. Жақсы, қиын емес, солай атады. Нақты есімдеріңізді айтып өтіңіздер. Менің атым Шамшитов Радбек. Менің атым Нұрахметов Алмас. Керемет. Жалпы біз сіздерді осы әлеуметтік желілерден байқадық. Аутизммен ауыратын жандарға қосымша жасаусыздар. Мобильдік қосымша. Мобильдік қосымша. Бұл енді алғашқы қосымшаларыңыз ба, жоқ әлде бұдан бұрын тағы да басқа қосымшалар ойлап таптыңыздар ма, немесе жобалар? Бұл біздің алғашқы қосымшамыз болып табылады. Бірақ қазір басқа жобалармен жұмыс істеп жатырмыз. Қандай жобалар? Tutor.kz деген ол репетиторсы, біздің қазақстандық дистанционный оқыту сабақтары скайппен осындай қосымшаны ойлап жатырмыз, қазір істеп жатырмыз. Сендер сонда бұны енді өнер тапқыштықпен айналысуға не түрткі болды? Білмейміз, біз өзіміз осылай бастағанбыз. Қашан жобалар жарысы бастағанда біз оны Алмаспен бірге жобаны жасауға ондай мақсат қойдық. Жалпы енді қазір сіздер мысалы 10 сыныпта оқисыздар, иә? Иә. Қосымшаға деген қызығушылықтан, жалпы жобаға деген түрлі нәрселерді жасауға қашан басталды? Жалпы яғни екеулеріңіздің бастарыңыз қашан қосылды? Нешінші сыныпта? Айта аласыздар ма? 9 сыныпта біз волонтер болдықпыз. Аутистік центрде. Сонымен қатар біз приложение жасадыңыз, иә. Содан кейін біз сол идеяны таптық, зерттей бастадық, жұмыс істедік. Болды. Қанша уақыт болды осы ойлап таптағаныңыз? Так. Бір жыл? Иә, бір жыл. Бір жылға дейді. Біздің көрермендеріміздің бірі білсе, бірі білмес. Аутизммен ауыратын деген қандай ауру жалпы? Қандай көмек беретін құрылғыларыңыз? Нақты айтып өтіңіздерші. Аутизм ол біріншіден ауру емес, ол шалғын деп аталады. Ол қашан ол емделмейтін сондай шалғын. Ол қашан атаның баласы ол өзінің қалай айтылады, шалғынын түсінбейді. Ол 3 жаста тек қана белгілі болады. Ол қашан мысалы бала өзінің қоршаған ортаны қорқады, солай осылай табылады қорқыныспен. Ал бұл құрылғының көмегі қандай? Бұл біздің қосымшаның көмегі ол бұлшықеттің дамытатын құрал деп атауға болады, иә. Сол біз бұлшықеттерді арнайы жаттығулар жасадық, солармен ата-аналар жұмыс істейді бұл жаттығуларға қарай. Бұл құрылғыны ойлап табу сіздерге қиындық тудырды ма, жоқ? Қанша уақыт алды? Бір айдай біз бастадық. Біз бірінші Арда деген ассоциация родителей аутистов біздің бағдармен қосылып, ата-аналармен бірге бір жерге отырып, сөйлей бастадық, сұхбаттастық, қандай сіздерде мәселе қазір бар. Олар бізге айтты, біз қазір ата-аналар көбінесе бұлшықеттермен жұмыс істейді. Оған қалай кішкене сонда бізде мәселе туды. Біз оны біздің мобильді қосымша ретінде таптық деп ойлаймын. Негізгі мысалы мәселе мобильдік қосымша. Бұл яғни бір деңгейге, бір затқа, бір құрылғыға қосылып тұра ма, әлде қалай? Мысалы бұлшықетпен бұл мобильдік қосымшаның қандай қарым-қатынасы бар? Мәселен, ата-аналарға мәселе соны түсіндіріп өтіңізші? Бұнда арнайы жаттығулар біз тапқанбыз, оны бірге мамандармен бірге жұмыс істедік. Солармен арнайы жаттығулар жасадық. Ол тек қана аутизммен шалдыққан балаларға тиісті осындай жаттығулар пайда болған, жасадық. Сол басқа құралдармен әлі қосылған жоқпыз. Ол тек қана мобильді қосымша. Яғни бұл мобильді қосымшаны App Store немесе Play Market арқылы жазуға болады ма, әлде олар? Болады, Play Market'те жазуға болады. Қазір ол тек қана бізде Android'та, бірақ алдағы уақытта біз оны App Store'ға, Apple'ға жүктейтін боламыз. Иә, жалпы ашып көрсете аласыздар ма мына телефонны? Қалай кіруге болады, қалай жазуға болады? Немесе жалпы қазір иконка. Мобильді қосымшаға дереу кіріп кетсек, көрсетеді. Біріншіден
Адамның Ну, ағзасы. адамның ағзасы, содан кейін бұлшық еттерден басасыз. Мысалы, бастым. Содан кейін картинка шығады, информация, Ақпарат шығады, иә. және видео құрал. Сонымен қатар барлығы жаттығулардан бітесіз, сосын кнопкадан басасыз. Содан кейін көп жұмыс істегенде сізде кубок шығады, мотивация сияқты. Яғни Содан бүгін кейін- мысалы жасадыңыз, сізге кубок беріледі, иә, сол приложение арқылы. Сонда сіз келесі күнге, екінші күнге мысалы дұрыс, иә, шын мәнінде мотивация, шын мәнінде келесі күні жұмыс сол ағзаны шынықтыруға қайтадан бір күш аласыз деген сөз ғой. Иә, ол бізде шотта мысалы үстінде вот мобильді қолданбаның шоты 7-ден 7 мысалы. Ол 7 күнге арнайы шот. Мысалы ата-аналар адамның анатомиясында 7 нүкте бар. Мысалы олар таңдайды бұлшық еттердің мысалы бицепс деген мышцасы, сосын бастайды оны жаттуға. Сонда басқа беті шығады мобильді қолданбаның. Сонда біздің бұл бұлшық еттің атауы, қысқаша мәліметі, суреті, сосын видео. Біз өзіміз жасағанбыз, біздің аутизм балалары, біздің павлодардың олармен бірігіп видео жасадық, және де біздің жаттығулар құрған. Одан кейін қашан ата-аналар бітіргенде бұл жаттығуны, олар выполнить деген кнопкасына басады. Одан кейін есепшотта мысалы 1-ден 7. 7-7-ден қашан болғанда, толық мысалы 7 күннен жасалғанда, ол анимированный кубок шығады. Ол жеңілдік белгісі. Сондықтан осылай мотивациялы. Ол ата-аналарға ақпарат ретінде болады, ал балалардың ойын ретінде біз осылай ойлаймыз. Жалпы тегін бе бұны жазып алу? Қазір біз ойлап жатырмыз, тегін болады. Бірақ біз оны стартап жобаларға қатыстық. Астана хаб деген Астанадан акселерация қашан гараж болған бірінші. Ол ақпанның бір жыл бұрын, ақпанның күнінде болған. Сонда біз ойладық, мүмкін стартап ретінде көрсетеміз. Өйткені бізге осындай бір нұсқа бердім стартап жобалар. Айттым, болады бұл мобильді қолданбаны фремиум жасауға. Фремиум ол қашан бірнеше кнопкалары тегін емес болады, ақшамен бірге. Қаржы керек. Сондықтан біз кішкене қарастырып жатырмыз. Мүмкін фремиум аккаунт болады. Жалпы мына сол аутизмге шалдыққан ата-аналардың басым бөлігі осыны қолдануға тырысады, көбінесе? Көбінесе. Қазір Қазақстанда 30 мыңдай аутизммен шалдыққан балалар бар. Сондықтан әр жыл сайын бұл сан өсе бастайды. Артуда. Ал сіздер оны өсуіне кедергі жасау үшін осындай мобильдік қосымшаны ойлап таптыңыздар? Жоқ, кедергі емес. Қазір білесіз, аутизм ол емделмейтін сондай шалғын. Сондықтан біз олардың емделуіне себепті емес бұл мобильді қолданба. Ол тек қана олардың өмірін кішкене жақсарту үшін, кішкене оңай болғандай. Сондықтан біз оларды емдей алмаймыз. Тек қана олардың өмірін оңай ретінде жасаймыз. Болды. Жалпы аутизмге шалдыққан балалардың көбісін енді көргенде де мысалы көреміз, оларға шын мәнінде физикалық түрде жаттығулар қажет түрлі, мысалы дайындалу, әр ағзаның өзінің, сіздермен байқауымша, әр ағзаға мысалы қол болсын, бет болсын, дене болсын, аяқ болсын, жеке-жеке тапсырмалар, жеке-жеке жаттығулар бар, бұнда? Ол қашан мысалы бала осындай болады, өз бұлшық етін сезбейді мысалы. Мүмкін осындай қалай айтады, қимылдар жасайды, осындай жайдан жайды. Сондықтан осындай қимылдарға кішкене бастыру үшін осындай мобильді қосымша жаттығулар жасағанбыз. Қымбатты көрермендер, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін бізде студиямызда қонағымыз Білім инновация лицей интернатының 10-шы сынып оқушылары Радбек Шамшитов пен Алмас Нұрахметов келіп отыр. Жалпы айтып өтіңіздерші, осы мобильді қосымша қандай байқауларға қатысып қайтты? Осы мобильді қосымша Дуримтехте бірінші орын алған, Тегардың инвестиция $30 мың алған, содан кейін акселерация бітірген Астана хабта. Облыстық, республикалық жүлдері болған. И international жүлдері болған. Тегардың да, сосын информатрикс халықаралықта қатысты. Қызығушылық бар ма қазіргі таңда? Қазіргі таңда, өте көп. Мысалы, бұл жылда, 2018-де
өте көп қызығушылар болған. Қашан біз өзіміздің мобильді қолданбаны ұсындық іс-шараларда, теледидарда көрсеткенде көп адамдар бізге звондап, біліп отырған мобильді қосымшаны. Сол мысалы да міне желтоқсан айында біз Астана хабта тағы да болғанбыз стартап мектебінде. Сонда бізде ниет деген фонды бізге өзінің көмек ұсынды. Адамдар көмектесіп жатыр. Шынымен де байқап отырсақ, бұл мобильді қосымшамен сіздер біраз байқауларға қатысыпсыздар. Яғни бұған деген қызығушылық шынымен де артуда. Яғни ата-аналар да мысалы осы ауруға шалдыққан балалардың, яғни жақындары да, туыстары да бұл мобильдік қосымшаның шынымен де қажеттігін түсініп отыр ғой. Шынымен де себебі көбінесе мысалы дәрігерге жүгінеді ата-аналар балалармен, оларға жүгіну үшін түрлі мысалы жаттықтырушыларға барады. Бірақ бұны тек қана мысалы жазып алып, мобильдік қосымшаны үйде де сол жаттығуларды жасауға болады деген ниетпен шынымен де менің ойымша өте пайдалы. Өйткені көбінесе ата-аналар жұмыста болады, ал бірақ мысалы Ардаға баруға ассоциация родителей аутистов, сонда көп уақыт кетеді. Баламен 5-6 сағат жұмыс керек жасауға күнде, ал оның уақыты бөлек керек. Сондықтан оны үйден шықпай үйде жасауға болады. Керемет. Жалпы осы білім инновациясы мектебінде сіздер бір арнайы бір ұйымға қатысасыздар ма? Үйірмеге. Стартап деген үйірме бізде бар. Жобалар үйірмесі, содан кейін робототехника. Қазір тек қана программирование және стартап үйірмесіне қатысамыз. Бүгінгі таңда басқа да жобаларда қолға алып жатырмыз дедіңдер. Бұл қалай ойлайсыздар, сабақтарыңызға кішкене әсер етпейді ме? Жоқ, әсер етпейді. Біздің мұғалімдер әрдайым бізді қолдайды, сондықтан бізге көмектеседі солай. Оларға не үшін жасаймыз, қандай жұмыспен айналысамыз, олар барлығын ұғып, бізге қолдау көрсетеді. Кішкене алдағы уақыттағы жоспарларыңызды айтып, кішкене құпияларыңызбен бөліспейсіздер ме? Біздің көрермендерімізбен қандай жобаны қолға алып жатсыздар, нақты қандай қызмет атқарады деген сияқты? Алдағы уақытта біз Tutor деген мобильді қосымшаны қарастырып жатырмыз. Оны алдағы уақытта көпшілікке көрсетіміз келеді, оны жасауға. Өйткені осындай дистанционный оқу, ол қазір қашықтық оқу, ол қазір өте үлкен спрос, қалай орысша айтылады? Сұраныс көп болады. Сондықтан оған арнайы мысалы деген Educon деген бар. Сол бізге біздің мобильді қосымшаны туралы біліп, Trainout, олар бізге басқа мысалы Tutor KZ мобильді қолданбаны жасауға ұсыныс берген. Жақсы, менің ойымша сіздердің жасап жатқан дүниелеріңіз алдағы уақытта көп адамдардың қызығушылығын оятып, көбісі қолданысқа енетіп, жаңа ғана өздеріңіз айтып өттіңіздер. Бұл мысалы мобильдік қосымша осы аутизмге шалдыққан адамдарға, мысалы балаларға арналған. Бұл әлемде тек қана өңірімізде емес, республика емес, бұл әлемде де. Яғни алғашқылардың бірі деп айтып өттіңіз. Алғашқы болады. Оның осындай мысалы бұлшықетті арнайы аутизмге осындай аналогтар жоқ әлі. Ешкім тапқан жоқ. Сондықтан ол егер шықса, ол Қазақстанда тек қана бірінші емес болады, ол әлемде бірінші болады. Жалпы сіздерге демеушілер келген жоқ па? Көмектесеміз, үлкен ағаларыңыз, мысалы кәсіпкерлер қолдай, қаржылай қолдай, осы бұл яғни қажет мобильді қосымша деп ондай ұсыныстар болған жоқ па? Болды. Міне желтоқсанда айттым ғой, ниет деген фонд бізге сондай көмек қол тартты бізге, бірақ біз оны қарастырып жатырмыз. Олардың көмегін, өйткені олардың ақшаны алуға кішкене өз аттарынан олар көрсетеді біздің мобильді қолданбаны. Сондықтан біз әлі ойнап жатырмыз. Мүмкін басқа фондтар бар. Сондай Асыл Мирас деген фонд бар, Болат Тимаратовтың, ол да аутизммен шалдыққан балалар арналған фонд, олар да мүмкін қаржы бөледі. Немесе Аружан Сайын осындай фондтары, Милосердие деген болған. Жалпы жұмыс жасау барысында, осыны құрастыру барысында, яғни сіздер көбінесе робототехникаға жақынсыздар, информатикаға, ақпараттандыруға жақынсыздар. Ал ішіндегі ақпараттар менің білуімше бұл биологиямен, медицинамен байланысты. Оның ішіндегі ақпараттар қайдан алынды? Қиындық тудырған жоқ па? Қиындық тудырған жоқ па? Жоқ, оны барлығын біз пикпен жасадық, қайтып жатырмыз ғой. Ассоциация родителей детей аутистпен бірге, олар бізге өз ақпараттың мәліметтерін бізге беріп, дұрыс барлығын қалай жаттығуларды, осындай барлық жаттығулар, олар интернеттен табылған жоқ. Олар барлықтары қалай олар жұмыс істейді пикта, солай ассоциацияда. Солай, барлығын біз мобильді қосымшаны қостық,
жаздық, осылай болады. Осындай интернетте әлем жоқ. Керемет. Жалпы енді біздің эфирдің уақыты шектеулі болғандықтан біздің студиямызға таңғы уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үшін сіздерге көп рахметімізді айтамыз. Сіздер енді осындай игі іс жасап жатсыздар деген сенімдеміз, енді белгілі дейміз. Иә, шын мәнінде жасап жатқан дүниелеріңіз әлемдік деңгейге жетсін, иә. Осы біз мысалы Павлодар өңірінен осындай балалардың шығып жатқанына, талантты мысалы өнертапқыштардың, робототехникаға, информатикаға жақын балалардың шығып жатқанына шын мәнінде өте қуаныштымыз, иә. Бастаған жұмыстарыңыз әрқашан жеңісті болсын, жемісті болсын. Түрлі стартап жобаларға, әртүрлі байқауларға, конкурстарыңыз қатыса беріңіздер. Әр жеңістеріңіз болса, біз әрқашанда сүйіншілеп, сіздерді бағдарламамызға шақыруға тырысамыз.